Али Имран сүресі 63-76 аяттар. Егерде олар теріс бұрылса, өз соры. Алла жауыздық жасағандарды жақсы біледі. Уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Оларға, уа кітап иелері, біздер мен сіздер ортақ бір мәмілеге келейік. Алладан өзгеге ешкімге табынбасқа, оған ешқандай да серік қоспасқа, және Алла тұрғанда бір-бірімізді тәңір тұтпасқа деп айтқын. Ал егерде олар бас тартқан жағдайда біздің мұсылман екендігімізге куәлік келтіріңдер деп айтыңдар. Уа кітап иелері, яһудилер мен насаралар, Ибрахим жөнінде неге босық айтысасыңдар? Тәурет пен Інжіл одан кейін түсірілді емес пе? Шынымен ақ ақылға келмегендерің бе? Өздеріңе мәлім болған мәліметтер жөнінде ғана дауласатын пенде емессіңдер ме? Өздерің анық білмейтін ақиқаттар жөнінде неге айтысасыңдар? Алла бәрін біледі, сендер білмейсіңдер ғой. Ибрахим яһуди де не насарада болмаған. Ол ханифа, пәк жүректі мұсылман болған, көп құдайшылардың да қатарында болмаған. Ибрахимге ең жақын болатын адамдар, оның соңынан ерген жандар. Сондай-ақ осы Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, пайғамбармен бірге иман келтіргендер, Алла мүминдердің қамқоршысы. Кітап иелерінің бір тобы сендерді тура жолын адастырып жіберуді қалайды. Алайда олар өздерін адастырып жүр, соны өздері сезбейді де. Уа кітап иелері, өздерін куәлік келтіре отыра, Алланың аяттарына неге сенбейсіңдер? Уа кітап иелері, өздерің анық біле тұра, неліктен шындықты жалғанмен жасырасыңдар? Кітап иелерінің бір бөлігі мүминдерге түсілгенге Құранға таңертең иман келтіріп, кешке жақын айнып кетіңдер. Кім білсін, мүмкін олар да райлардан қайтып қалар деді. Сендердің діндеріңе кірмегендерге сенбеңдер, уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Сендерге ақиқат керек болса айтайын, ең тура жол Алланың жолы. Бұрын сендерге жіберілгенді қазір басқа адам арқылы жіберіп отыр. Әлде осы жөнінде жаратқанның алдында дауласайын деп отырсыңдар ма? Деп айтқын оларға. Және де былай деп айт оларға. Ерекшелік қасиет беру Алланың игілігінде. Ондай қасиеттерді өзі қалаған құлына береді. Алла жомарт және барлығында білуші. Ол Алла өз мейірімін қалаған құлына арнайды, өйткені Алла шексіз мейірімді. Кітап иелерінің ішінде аманат етіп қиындықтар, өте көп ақша тапсырсаң, өзіңе түгелдей қайтарып беретіндер бар. Сонымен қатар, олардың ішінде тапсырған бір динар аманатыңды желкелеп тұрып алмасаң, өзіңе қайтармайтындар да бар. Өйткені олар арабтар секілді, сауатсыздар мен надандардың ақысын қайтаруға міндетті емеспіз, дейді. Ақиқатты біле тұра, олар осылай Аллаға қарсы жалған сөздер сөйлейді. Жоқ деймін, кімде-кім Аллаға берген өз уәдесінде тұрып, тақуалық етсе, әрине, ондай тақуа жандар Алла сүйеді.